қазір біз маковый торт жасаймыз. Ол тортымыздың бисквитіне бізге нелер қажет болады енді. Так, алдымен менде мұнда ұн, ванильный сахар 10 грамм қажет болады, жұмыртқа. Мұнда менде 1 лимонның согын қысып алдым, сұйық май, қант, лимон цидрасы, 1 лимонның цидрасын осылай алдым. Мұнда менде алманың согы, яғни шырыны, мак. Мұнда менде сода және разрыхлитель. Және сары май. Сары майдың қанша процент екені рецептке жазып кететін боламын. Енді қазір жасау барысында былай көрсем, ал қазір айтып кетейін. Қазір бірінші біз сары май мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Екеуін араластырып болып, үстіне біртіндеп жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқаны біртіндеп қосып болғаннан кейін, жұмыртқа толықтай массаға еніп кеткен екен, біртіндеп сұйық заттарды қоямыз, яғни сұйық майды құямыз, сосын лимон согы және алманың согын құямыз. Ал құрғақ заттардың барлығын бірге араластырамыз. Лимон цидрасы мен мақты соңынан қалдырамыз. Осы екеуін біз соңынан саламыз. Ал қазірше мұнда ұнға мен қазір разрыхлитель және соданы қосып жібере салайын. Бұл дайын болып тұра берсін. Қазір басқа ыдысқа сары майды және қантты миксердің көмегімен айналдыра бастаймын. Және бізде ванильный сахар бар екен, ол құрғақ заттардан. Ванильный сахар бізде 10 грамм. Қоса салайын мұнда құрғақ заттарға. Ровно жартысын болсын. Араластырып жібере салайын. Жаңа айтып өткендей, бірінші сары майды, қант екеуін араластырамыз. Сары май менде қатты еріп те тұрған жоқ, қатты салқын болып та тұрған жоқ, бөлме температурасында болып тұр. Осыған сары майды саламыз, миксерлеп бастаймыз. Ой, сары майға қантты қосамыз, сонымен миксерлеймін. Так, қант екеуі сары маймен араласып кетті. Енді жұмыртқаны біртіндеп қосамын. Мен миксердің баяу жылдамдығында айналдырамын. Так, біреуін қосамыз. Так, мына жұмыртқамен еніп кетті. Енді екінші жұмыртқаны қосамын. Төртінші жұмыртқаны қосқаннан кейін жылдамдығын кішкене көтеремін. Жылдамдығын көтеріп 2 минут араластырдым. Енді осының үстінен қазір мен сұйық майды қосамын. Шеттерін алып қойын. Енді осының үстінен алманың соғы мен лимон соғын қосамыз. Қазір екеуін араластырып жіберейін бірінші. Біртіндеп қосамыз мұнда. Мына массамызға құрғақ заттарды біртіндеп қосамын. Лопаткамен немесе венчикпен араластырып тұрамыз.
енді оның барлығы жақсылап еніп кеткенге дейін, ешқандай комок болмағанға дейін араластырамын. Так, барлығы араласып кетті. Енді лимон цидрасы менен макты қосып араластырып жібереміз. Бұл осымен біздің қамырымыз дайын. Қазір мен диаметрі 16 сантиметрлік кольцоға құятын боламын. Қыздар, мен үнемі кольцоны осы фольгамен орап алып тұрып пісіремін. Фольгамен орап пісіруге болады, немесе арнайы термостойкий пленкалар болады, сонымен істеуге де болады. Бірақ маған осы фольгамен ыңғайлы. Мен 2 қабат қылып ораймын. Және ораған кезінде де мына жерде шет-шеттерінде фольга ішіне қарай қатты кіріп тұрмауы қажет. Бұл 2 кольцода дайын. Қазір қамырды ровно 2-ге бөліп пісіреміз. Сетканы алайын, сетканың үстіне қойып алам алдын ала. Так, барынша бірдей етіп құямын енді. Так, кольцоға бірдей етіп құйдым. Қазір мен қызып тұрған 160-165 градуста печкаға 1 сағат көлемінде жіберем. 1 сағаттан кейін шпажкамен тексеріп көрем. Егер де шпажка сухой емес болып шығатын болса, влажный болып шығатын болса, онда тағы кішкене 15 минут берем тұруына. Өйткені әркімнің печкасы әртүрлі, сол себептен әртүрлі уақытта пісіру керек. Бірақ біздегі қазіргі алып отырған уақытымыз 1 сағат. Сіздер де 1 сағатқа сала беріңіздер 160 градуста. Қыздар, 2 бисквит менде пісіп шықты. Менде 1 сағат емес, ровно 50 минут тұрды. 50 минуттен кейін шпажканы тығып көрген едім, іші піскен екен. Және тағы бір көрсетіп кететін нәрсе, бисквит піскеннен кейін мына жерлері өзі кольцодан ажырап тұрады осылай. Басқа бисквиттер мысалы кольцоға жабысып тұрып піседі ғой піскен кезінде, ал бұнікі міне шет-шеттері ажырап тұрады. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Неге менікі ажырап кетті демеу үшін да міне. Көрініп тұрса, сіздерге міне аралары ашық-ашық, міне кольцодан ажыратқанға да мына бисквит өте ыңғайлы. Так, міне жақындатып көрсетейін қазір. Так, міне жақындатып көрсететін болсам, міне аралары ашық-ашық тұр, көрдіңіздер ме? Осылай пісіп шығады бисквит. Сонда бізге кольцодан да ажырату оңай болады. Мына жерден де көріп тұрсаңыздар, міне темірге, яғни кольцоға жабыспай піседі. Басқа бисквиттер мысалы жабысып піседі, оны пышақпен ажыратып отырасыздар ғой, ал бұлар осылай шеті ажырап піседі. Енді қазір мен бұны неге сеткаға төңкеріп қоямын. Сеткаға төңкеріп қоямыз. Осылай төңкерілі күйде 10-15 минут тұрады. Сосын барып кольцодан ажыратып аламыз. Так, менде 15 минуттай тұрды. Енді фольгасын ажыратамыз. Үстемізде қазір пленкаға орап тастайын. Пленканы ашып алайын. Тортты құрастырғанға дейін біздің сосын бисквиттеріміз холодильникте тұруы қажет. Вот кольцоны ешқандай ненің мастихинің немесе пышақның көмегімен емес, өзі-ақ ажырап кетті. Бисквит. Енді орап тастаймын. Келесінде тура солай.
осылай холодильникке мен 2 сағатқа жіберемін. 2 сағаттан кейін барып құрастыра беруге болады. Қыздар, қазір біз торттың ортасына, кремдердің арасына құятын начинканы жасаймыз. Бұл начинка смородинадан болады. Сіздер черника қолдансаңыздар да болады. Так, мұнда смородина, крахмал, су, лимон суы және қант. Қазір смородина мен қантты араластырамын да, екеуін бірге отта араластыратын боламыз. Яғни бізде смородина замороженный болғаннан кейін сол кішкене еру қажет. Еріп қайнап бастағаннан кейін лимон суын құямыз, одан кейін крахмалды қосамыз. Ал бізде крахмал қазірден дайын болып тұру үшін суын қосып қоямыз үстінен. Сумен араласып тұра берсін. Ал қазір мынаны отта ерітеміз. Қыздар, біздің замороженный смородинамыз ери бастады. Міне қанттардың барлығы толық еріп кетті. Енді қазір біз лимон суын қосып жібереміз осының үстінен. Енді қайнағаннан кейін барып крахмалды бірақ қосатын боламыз. Так, міне смородина қайнап жатыр. Енді біртіндеп крахмалды құямыз. Бізде масса осылай қоюланғаннан кейін оттың астын өшіріп аламыз. Мына қыздар, менде начинка дайын, как желе сияқты болды. Мен қазір ыдыстың ауыстырамын да, сонымен холодильникке салып қоям. Холодильникте суығаннан кейін барып торттың арасына қолданатын боламыз. Бірақ қазір холодильникке салмастан бұрын мен бөлме температурасында суытып аламын. Сосын барып холодильникке шамамен жарты сағатқа жіберемін. Қазір біздің маковой тортымыздың кремін жасаймын. Кремге қарапайым заттар, сол біздің творожный сырымыз, сливки 33% және қант қажет болады. Граммдардың бәрін астына жаза кетем. Так, қазір творожный сырды үлкен ыдысқа салып алайын. Және осының үстіне қантты қосып жіберем. Осы екеуін бірінші айналдырып аламын, сосын барып сливкиді қосам. Енді біртіндеп сливкиді қосып бастайын. Болды, осымен бізде крем дайын. Қазір кождарды мен әр кожды осылай үшке бөлдім. Бөлемін қазір. Сосын кремді теңге бөліп әрқайсының ортасына құйып құрастыратын боламыз. Так, төбесі тегіс болып тұр. Қыздар, мен қазір мына кожды үшке бөлем. Мына біреуін уже бөліп қойдым үшке. Және бізде кождарды бөлуге осындай пышақ қажет болады. Арнайы бисквитті кесуге арналған пышақ. Бізде беті тегіс болып тұр, сол үшін бетіне тиіспеймін. Бірінші осылайынан үшке бөліп аламын. Енді айналдырып бірінші шетін кесіп шығамын осылайынан. Қазір бірден осылай кететін болса, менде қисық шығады. Сол себептен бірінші 1 сантиметр етіп шетін барлығын қырқып шығам бірінші. Мен 1 сантиметрін кесіп шықтым, енді кішкене 2 сантиметр етіп қорқам. Мына жерге дейін қырқам. Яғни бара-бара ішіне қарай кіре бастаймыз. Сонда бізде тегіс шығады. Келесісіне тура солай. Енді қазір
мына бисквиттеріміздің барлығына пропитка жасайтын боламыз. Мен пропитканы дайындап қойдым, рецептін сіздерге астына қалдыратын болам. Так, мен пропиткам дайын. Мен пропитканың рецептін, видео рецептін бөлек сіздерге беретін болам. Бұл видеоға жалғаспайды. Және PDF форматта да грамдары астында тұратын болып барлығы. Так, осылай ыстық күйінде мен қазір бисквиттің үстіне құямын. Құямызды осылай мастихин немесе шпателдің көмегімен жайып береміз. Так, енді тура осылай мен қазір морозилкаға қоям 10 минутқа. Сонда бізде қазір құрастыратын кезде былай былқылдап тұрмайды да, құрастырған оңай болады екен. Пропитка болған соң біздің кожаларымыз кішкене үгітілейін деп тұрады. Сол үшін қазір морозилкаға 10 минутқа қоям. 10 минуттан кейін алып шығып құрастыратын боламыз. Так, қыздар, енді мен тортты құрастырып бастаймын. Бисквиттердің барлығы пропитка жасалынды, морозилкада тұрды. Астында менде подложка, поворотный столик, мұнда менде ацетатная пленка. Енді не істейміз? Мен қазір кремді, менде 6 кож болды. Әр кождың арасына 160 грамм кремнен құям деп есептедім. Так, бізде торт берік болып тұру үшін астына кішкене крем жағам, сонда жылжымай тұрады. Енді ацетатная пленканы ораймын. Шетін жай ғана скотчпен жабыстыра салам. Так, бірінші кремді шет-шетіне құямын. Осылай шетіне бортигіне құйып шығамын да. Ортасына мына біздің жаңағы начинкамыз бар ғой жасаған, соны саламын. Бір қасық қоссам жетіп қалатын үшін. Жағып шығып жатырмын, ішіне бірдей қылып. Так, ішіне қосайын. Так, өстіп қалады. Енді осының үстінен кремді құйып береміз. Лопатканың көмегімен тегістейміз. Енді келесі кожу салам. Келесі кождарды тура жаңағы бірінші кож сияқты құрастырып кете береміз. Алдымен бортиктеріне крем құйып аламыз, сосын ортасына начинканы саламыз. Начинканың үстінен қайтадан қалған кремді жағып, келесі кожды бетіне жаямыз. Тура осындай кезекпенен құрастырамыз тортты. Так, енді осыны мен қазір кемінде 4 сағатқа холодильникке қоямыз, сосын барып сыртындағы декорын жасауға болады. Так, достар, мынау біздің маковый тортымыз холодильникте тұрды біраз уақыт. Енді сыртына обтяжкасын жасаймыз ганашпенен. Біз бұл торттың сыртын мастикамен қаптайтын боламыз. Мастикамен декор болады. Сол себептен мастиканы қаптаудан бұрын алдымен бізге сыртын ганашпен қаптап алу қажет болады. Сыртына кремдерін қырып алып тастадым біразын. Өйткені қазір бізге ганашқа қаптап жатқан кезде кедергі жасамау қажет. Болды, осымен енді қаптап кете береміз. Ганаштың жасалу жолын және грамын барлығын астына жаза кететін болам, ал видеосын бөлек беретін болам ганаштың жасалу.
Болды, осылай қалдырамыз. Қатты түзу етіп қаптаудың қажеті жоқ, өйткені біз мастиканы қазір үстіне жауатын боламыз. Қазір мен торттың сыртын жұқа етіп мастикамен қаптайтын боламын. Қазір менде қатты болып тұр мастика, қазір пакетиктен енді алдым, енді бұны осылай илеп жұмсартамыз. Мастиканы холодильникте сақтаудың қажеті жоқ. Мастиканы бөлме температурасында сақтасаңыздар жеткілікті. Және сақтаған кезінде міндетті түрде аузы жабық ыдысқа салу керек, немесе пакетикке салып, ауа кірмейтіндей етіп аузын буып тастау қажет. Сонда мастика қатып қалмайды. Егер де мастика қатып қалған жағдайда кішкене микроволновкаға салып жұмсартып алуға да болады. Енді бізде ең қиыны бұл мастиканы бояймыз. Қазір менде мұндай пищевой краситель, топ декордың бордовый түсі. Нет, бордовый емес, сиреневый. Енді осыған қазір құямыз. Солай түсін бояймыз енді. Мастикаға красканы құйып алғаннан кейін тоқтатпастан мұжғылаймыз, араластырамыз мастикаға краска еніп кеткенге дейін. Қолдарыңызға перчатка киіп алып тәрбиелесеңіздер де болады, сонда қолға краска жұқпайды. Қыздар, енді келесі кезекте біз торттың сыртына мастика қаптайтын боламыз. Сыртында ганаш қатып қалған, соның сыртына мен нейтральный гельді жұқа етіп жағып шығам. Сонда біздің мастикамыз ганашың сыртына жақсы тұратын болады. Мен нейтральный гельді мастихиннің көмегімен жағып жатырмын, ал сіздер кәдімгі кисточкамен жағып шықсаңыздар да болады. Мастиканың бетін жауып қойдым, өйткені беті тез қатып қалады. Енді бізде мастиканы жаю үшін осындай силиконный коврик міндетті түрде қажет, және силиконный оқтау қажет. Кейбір мастикалардың жайылуы қиын болады, сол кезде бізге крахмал қажет болады. Крахмалмен сеуіп тұрып жаятын. Ал мына мастикаға бізге крахмалдың қажет жоқ, өйткені авалеттің мастикасы онсыз өзі құрғақ болады. Қыздар, енді мастиканы кәдімгі қамыр жайғандай етіп, домалақтап, жұқа етіп жайып шығамын. Мастиканы жайып алдық, енді сыртынан қаптаймыз. Қолыма алып аламын мастиканы жақсылап. Астын аламын, өйткені асты тегістеу екен. Барынша центрін табамыз, жауып жібереміз. Енді бізде бұл жерде кішкене жылдамырақ қимылдау қажет, өйткені торт бізде салқын, мастика тез қата бастайды. И осындай саусақтың көмегіменен мастиканы біртіндеп шетінен басып шығамыз. Ұстап тұрамын да осылай, и саусақпен осылай басып кете беремін. Біртіндеп айналдырып, жайлап астына дейін түсеміз сөйтіп. Негізінде, егер де торттың сыртын құр осылай мастика қалдыратын болсаңыздар, кішкене қалыңдау болып тұр. Жаю қажет болады, өйткені кейде жұқа етіп жайған кезінде мастика тесіле бастайды. Менде қазір қалың болып жабудың қажет жоқ, өйткені қазір мастиканың сыртына біз тағы бір декор істейміз. Сонымен астындағы мастика бізде көрінбей кетеді. Сол себептен де өте жұқа етіп тұрып жайдым мен. Ал кәдімгі торттың сыртын құр мастикамен қаптап қалдыратын болсаңыздар, қалың болып жайыңыздар, барынша қалыңырақ болса дұрыс болады. Сонда тегіс жайылады, тегіс қойылады, торттың беті тегіс тұрады, егер де мастика қалың болатын болса. А если мастика жұқа болатын болса, астындағы бүлдірдің бәрі көрініп, кішкене қисықтау болады. Мына осылай тегістеп шығып жатыр бізде. Саусақтың көмегімен басып шығып жатырмын.
Так, енді қазір шетіндегі артықтарын кесіп тастаймын, бізге кедергі келтірмесін. Осындай ұзынырақ қылып кесемін, өйткені қазір кішкентай болып қалуы мүмкін. Мастихин, менің қолымда мастихиннің көмегімен немесе қайшы, пышақ, өзіңізге не ыңғайлы сонымен кесе бересіз. Так, міне бізде осыншасы артық болды, бұл қазір сыртына кетеді. И мынаны ары қарай тегістей береміз. Бізге енді осындай зат қажет болады. Бұны да кондитерский магазинде сатылады. Бұны мастикаға арналған үтік деп атайды. Шет-шеттерін барлығын осылай басып шығамын. Торттың үстінде бізде кішкене ауа қалып кеткен білінген болса, сізге ауа қалып кеткен жағдайда жай ғана үшкір затпен тесеміз де ауасын шығарып тастаймыз осылай. Менде бір-екі жерінде ауа жиналып қалған екен, міне осылай зубочисткамен тестім и ауасын шығарып тастап жатырмын. Тоже мастихиннің көмегімен түбінен осылай кесіп шығамын. Қыздар, енді біздің массивкадан декорымыз осындай болады. Осылай бірнеше айналдырып домалақ қылып гүл сияқты етіп істеп шығарамыз. И арасында толмаған жерлерін қазір көрсетемін қалай бітіретінімізді. Жалпы бұндай гүлді жасау үшін біз былай жасаймыз. Бізге міндетті түрде зубочистка қажет болады, және біздегі жаңағы сыртынан қалып кеткен мастикалардың барлығы. Соның барлығын жақсылап қазір мұжамын, жұмсартамын. Солай жайып, ұзын лента жасап аламын. Менде мына жерде лентаның ені шамаменен 1 сантиметрге жетпейді, но 5 миллиметрден кішкене үлкендеу. Шамамен 6-7 миллиметр ені. Ал ұзындығын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ала бересіздер. Мен қазір мына шағын ғана гүл болды. Менде мұнда енді мына бетіне үлкендеу гүл жасағым келіп жатыр. Қазір соны жасайтын боламыз. Және бізге міндетті түрде осы жерде нейтральный гель керек болады тағы да. Мысалы, мына гүлдің астында менде нейтральный гель жағып қойғам. Мына зубочисткаларды мынау кішкене қатқанға шейін ұстап тұру үшін қыстырып қойдым. Әйтпесем бірден былай түсіп кете береді. Қатқаннан кейін барлығын біртіндеп алып тастайтын боламын. Қазір маған ұзын лента жасау үшін мастиканы осылай ұзартып аламын. Оқтаудың көмегімен енді жаямын. Және бізге мынандай кондитерский мат қажет болады, міндетті түрде и мынандай железный шарики қажет болады. Міне жайдым, сіздерге көрініп тұрған шығар қандай жіңішке болып тұрғанын міне. Так, осындай жіңішкелікте жайғанымыз жетеді. Енді мен қазір түзулеп қырқып аламын. Бұл жерде мастихиннің көмегімен қырқамын тағы да. Так, мына жерде артықтарын алып тастайық. Так, міне өзімізге керегін қырқып алдым. Менде енді үлкендеу гүл болу үшін мұнан да қазір түзулеп қырқып алайын размерлерін. Так, енді былай жасаймыз. Бізге мынау кондитерский матпенен железный шарики қажет болады. Бізде қазір гүліміз әдемі шығу үшін басын жіңішкертіп шығамыз. Шарменен басып шығамыз. Егер де мен мынаны қазір силиконның үстіне басатын болсам, жабысып бізге ыңғайсыз болады. Кондитерский мат сол үшін қажет болады. Мастиканың үстіне қанша бассам да мастика мұнда жабыспайды. Сол үшін осындай мат бізге ыңғайлы болады. Енді осылай шетінен
шарменен шетін жіңішкертіп шығамын. Бізде мына жақ қалың болып тұр ғой, мына жерлер. Осының барлығын жіңішкертіп шығамыз осылайынан. Үстінен солай басып кете берсем, жіңішкереді. Бұл осылай жіңішкеріп шықты. Қазір осыны орап тастаймыз. Екіншісін де жасап алайын. Так, енді былай жасаймыз. Мынау менде нейтральный гель. Кисточканы аламыз. Осыған батырып, мұнда домалақ бояп шығамын. Біз өзіміздің гүл жасайын деп жатқан жерімізді. Так, бояп алдық. Енді жаңағы дайын ленталарымыз, бізде зубочистка мұнда. Бірнеше шығарып қоямын. Так, енді қазір ортасын торлап алайын. Ортасынан қоямын да и зубочистканы жабыстырамыз қазір. Мынаны тесіп тұрып, мастиканы тесіп тұрып қыстырдым, мен көріп тұрсаңыздар. Просто ортасына тық қойған жоқпын да, мастиканы, мынау лентаны үстінен жабыстырдым зубочистканы. Енді осы зубочистка ыстап тұрған кезінде айналдырып орап шыға берем. Сосын қазір барлығы бір неге зубочисткаға жабысады, сол үшін мына жерге екіншісін қыстырамын, өйткені бір-біріне жабысып қалып тұрған жоқпын. Арасы кішкене ашық болу үшін зубочистканы қыстырамыз арасына. И мына жерге де біреу қажет. Ал асты жағына қатты жабыстырудың қажет жоқ. Қыстырудың зубочистканы. Осылай орап кете береміз. Қазір арасына тағы да егерде жабысып жатса, зубочистканы қыстырамыз. Мысалы, мұнда қажет сияқты кішкене көтеріліп тұру үшін. Осында біреуін жабыстырдым. Және бізде кішкене сопақша сияқты болып бара жатыр. Сол үшін мына жерден біреуін жабыстырамын қазір. Арасы кішкене ашылсын. И мына жақтан. Мына жаққа біреуін жабыстырамыз. Кішкене домалақ болсын. Мынаны көріп тұрсаңыздар, мен төбесі бір-біріне жабысып жатыр. Осыны ажырату қажет. Сол үшін тағы бір зубочистканы осында тығамын. Так, менде лента бітті. Қазір екіншісін қолданамын. Мына жерде бізде қазір не жетпей қалмасын, тағы сыртына сызып шығайын. Так, жоғарыдан бастаймын. Осылай тура жағында жалғастырып орап кете береміз енді. Так, осылай қалдырсақ та болады, немесе тағы бір лентаны орап шығуға болады. Жерден біреу тұр. Осылай айналдыра, осы жерге біреуін, осында біреуін айналдыра, қазір гүлдерді қойып шығамын осылайынан. Мына сыртында осылай гүлдерді істеп шықтым, керекті жерлердің барлығына. Енді бізден аралары ашық қалды ғой, сол ашық жерлерге біз осылай жасап шығамыз. Ирелетіп, тура осылай бір лентаны аламыз мастикадан, осылай ирелетіп жабысып шығатын боламыз. Бұны жабыстыру үшін де осылай зубочистканы қолданамыз, және нейтральный гельдің көмегімен
жабыстырамыз. Мысалы мен қазір енді мына жерге жабыстырғым келіп жатыр. Тоже нейтральный гельді жағып шығамын. И осы жерге мына лентаны қазір осылай орап, тура мынау сияқты етіп жабыстырып шығамын. Так, оны бастайық енді. Қазір мыналар түсіп кетіп жатса, осылай зубочистканы қыстырып қоямыз. Сонымен кішкене ұсталып тұрады. Астын басып шығамыз, сонда клейге тисе, біраздан кейін қатады өздері. Осылай мен ашық қалған жерін барлығын ирелетіп жабыстырып шыға беремін енді. Енді мына тортымыздың сыртындағы зубочистканың барлығын, шпажкалардың барлығын алып тастаймыз. Қыздар, менде торттың сыртында зубочистка осылай қадалып бөлме температурасында 1 сағаттай тұрды, ал тоңазытқышта, яғни холодильникте 5-6 сағат тұрды. 5-6 сағаттан кейін алып шығып, сыртындағы зубочисткасын барлығын теріп алып тастаймыз. Қыздар, менде торттың астында көріп тұрсаңыздар, сары түсті подложка тұр, қалың подложка пеноплекстен жасалынған. Оның размері менде торттың астындағы тұрған подложкадан кішкентай болып тұр. Негізінде ондай болмау қажет. Торттың астындағы подложканың размері қандай болса, астындағы пеноплекстен жасалынған қалың подложканың размері де тура сондай болу қажет. Енді сол подложканың әдемі мешелерін барлығын жауып қою үшін осындай лентаны қолданамыз. Осымен біздің маковый тортымыз дайын. Сіздерге торттың өзі де, декоры да ұнады деген ойдамын.